Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. 5 минутта дайын болатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай әрі тез жасалады, дәмі де ерекше болып шығады. Басқа пиццалардан қарағанда тез дайын болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 5 ас қасық қаймақ, 5 ас қасық майонез, 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оңай әрі тез жасалады, сіздер де жасап көріңіздер. Жақсылап араластырасыздар. Үстіне 8 ас қасық ұнымызды қосатын боламыз. Үстіне тағы да қопсытқышымызды қосып, оны да араластырамыз. 1 чай қасық жетеді. Осындай разрыхлитель пайдаланамын. Жақсылап араластырыңыздар. Мына осындай болып шығады қамырымыз, сұйық болып. Енді пергамент қағазымыздың үстіне жақсылап жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жұқа етіп жайыңыздар. Қызып тұрған пешке пісіретін боламыз. Үстінен кетчупымызды жағамыз. Оның үстінен сырымызды аздап қана жайып алатын боламыз. Менде осындай огурцы, соленый огурцы бар екен. Соленый огурцы мен помидор пайдаландым. Сіздер қалаған заттарыңызды пайдалансаңыздар болады. Колбаса, басқа да заттар салсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 5 минуттай ғана пісіріп аласыздар. Күйіп кетпесін қарап тұрыңыздар. Үстінен сырымызды да жақсылап, қалың емес, жұқа емес етіп жайып алатын боламыз. Біздің пиццамыз дайын. Мына осындай түрі де, дәмі де ерекше болып шығады. Әрі өте жұмсақ, дәмі өте ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген үміттемін. Сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын. Рахмет, каналымды жібермей қарап тұрыңыздар. Алдағы уақытта ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Рахмет.